оқып шық, бұл өте маңызды. Қош келдің, дисплейден алыстама. Джунко Фурута Жапониядағы ең қатыгез кісі өлімінің құрбаны. Бұл өте ауыр және сұмдық оқиға. 44 күн бойы көрмеген азабы қалмаған бейкүнә қыздың оқиғасы. Жапония, Мисато ауылы. 17 жасар Джунко Фурута жақсы тәрбие көрген қарапайым қыз болған. Ерсі қылығы жоқ, темекі, арақ, шарап деген заттардан аулақ жүрген. Жігіттермен жақын қатынасқа бармаған. Бұл жағдай Хироси Мияно есімді жігіттің намысына қатты тиген. Себебі Джунко оның бетін қайтарған еді. Жоқ деген сөзді ұқпайтын Хироси якудзаның мүшесі болған. Білмейтін адамдар үшін якудза Жапониядағы аты шулы қылмыстық ұйым. Ұйым өте қатыгез, нағыз қаншер адамдардан тұрады. Қаны басына шапқан Хироси ғашығынан қалай да болсын кек аламын деп жоспар құрады. 1988 жыл күз мезгілінің соңы. Жұмысынан шыққан Джунко велосипедпен үйіне қайтып бара жатады. Сол уақытта оны досымен бірге жүрген Хироси байқап қояды. Хиросидің досы барып Джунконы соғып, велосипедінен құлатады. Қыздың жанына түк болмағандай Хироси келіп, тұруға көмектеседі. Сосын Джунконы үйіне шығарып салуға ниет білдіреді. Еш нәрседен күдіктенбеген қыз келіседі. Бірақ Хироси оны үйіне емес, қаланың шетіндегі ескі қоймаға алып қашады. Хироси өзінің 3 сыныптасымен Минато Нобухаро, Дзё Огура, Ясуси Ватанабе Джунконы зорлап тастайды. Содан кейін жігіттер Джунконы Минатоның үйіне апарады. Осы сәттен бастап Джунконың өмірі бітпейтін нағыз тозаққа айналады. Джунконы таппаған ата-анасы полицияға хабарласады. Полиция Джунконы іздемесін деп, зұлымдар қызды күштеп ата-анасына хабарласуын талап етеді. Жүрегі ұшқан қыз ата-анасына аман-есен достарының жанында екенін айтады. Бұдан кейін болған жайттарды дені дұрыс адам көз алдына елестете алмайтын да шығар. Жігіттер оны бірнеше рет зорлап қана қоймай, мазақ етеді. Жыныстық органына неше түрлі заттарды тығып, гольф клюшкасымен ұрып, үстіне гантель тастап, денесін күйдіріп, қысқасы Джунконы қатты азапқа салады. Одан бөлек байғұсқа тамақ, су бермей жәндіктерді жегізіп, өзінің сідігін ішкізеді. Минатоның ата-анасы болып жатқан сұмдықты байқаса да, байқамаған кейіп танытып жүре береді. Тіпті Джунко оларға жалбарынып, қашып кетуге көмектесулерін сұраса да, олар бұл тозақтың жалғасуына кедергі жасамады. Бұл үйде бір қызды ұстап отырғандары туралы сыбыс полицияға жетеді. Бірақ Минатоның ата-анасы біздің үйде ешқандай қыз жоқ деп, оларды қайтарып жібереді. Сол кезде полиция үйді тексергенде Джунконы құтқаруға болатын еді. Бірақ якудзадан қорыққан Минатоның ата-анасы шындықты айтуға бата алмады. Джунконың азабы 44 күн бойы жалғасады. Ол уақыттың ішінде оның жыныс органына тықпаған зат қалмайды. Қайшы, сынған бөтелкеден бастап пақылдаққа дейін. Хайуандар оның қолдарына темекі сөндіріп, денесін күйдіріп тастайды. Джунко мені өлтіре салыңдаршы деп қатты жалынады, бірақ зұлымдар лас істерін ары-қарай жалғастыра береді. Джунконың жарақаттанғаны соншалық ваннаға бару үшін баспалдақпен еңбектеп әрең жетеді. Ал малғұндар оған кедергі жасамай, тырқылдап күліп, үстіне түкіріп, тамашалап тұрды. Қыздың беті ісіп, түрінен түр қалмайды. Өткір заттарды сұға бергеннен қатты қан кете бастайды. Ал денесі күйіктен іріңдеп кетеді. Оны көрген малғұндар Джунконы зорлауға жеркеніп, денесін қайтадан күйдіреді. Соңғы рет Джунконы темір шыбықпен сабап, көздерін шаммен күйдіріп, тәнін өлтеп жібереді. Бұл жолы Джунконың шыдамы таусылып, ауыр шоктан көз жұмады. Келесі күні оның денесін бөшкеге салып, ішіне цемент құйып тастайды. Бөшкені жақын маңайдағы Котто ауданына лақтырып жібереді. 23 қаңтар күні Хироси мен оның досы қамауға алынады. Тергеу барысында ол Джунко туралы айтып қояды және мәйітін қай жерден табуға болатынын мәлімдейді.
Қылмыскерлер қызды тек жәбірлегендерін ғана мойындайды, бірақ әдейі өлтіргендерін мойындамайды. Олар кәмелет жасқа толмағандықтан есімдерін жариялауға тыйым салынған болатын. Десек те, бұқаралық ақпараттар құралдарының күшімен малғұндардың кім екені баршаға жария болады. Хироси Мияно, Минато Нобухару, Дзё Огура және Ясуси Ватанабе Жапония тарихындағы ең қатыгез қылмыс жасаған малғұндар. Бұларды өлім жазасына жіберу керек еді. Кем дегенде өмірлерінің соңына дейін бас бостандығынан айыру керек болатын. Бірақ дәл қазір бұл малғұндар бостандықта. Ясуси Ватанабеге 7 жыл ғана берді. Ол қазір отбасы құрған. Минато Нобухаруға 9 жыл берген, барша сұмдық соның үйінде болған. Дзё Огураны 9 жылға бас бостандығынан айырған. Түрмеден шыққасын ол атын Дзё Комисакуға ауыстырған. Бұл малғұнның анасы Дзюнконы баламның өмірін тас-талқан еттің деп айыптаған. Оқиғаның бас кейіпкері Хироси Мияно 20 жылға сотталған. Қазір ол есімін Хироси Якаямаға өзгертіп, бостандықта қалқып жүр. Әрине мұндай шешіммен Дзюнко Фурутаның ата-анасы келіспей, қайтадан иск жіберген. Сәйкестік таба алмағандықтан кейбір айыптарды қылмыскерлерден шешуге тура келген. Тіпті істі жүргізген заңгер де жұмысын жалғастырудан бас тартқан. Тергеу барысында Дзюнконың мекен-жайын кем дегенде 100 адам білгені анықталған. Бірақ олар жәбір көрсеткен бе, әлде жай бақылаған ба, дәлелденбеген. Жұрттың айтуы бойынша тергеу барысына сот шешіміне якудза араласқан. Сол үшін қылмыскерлерге осындай жеңіл жаза тағайындалған. Дзюнконы іздеп келіп, үйді тексермеген полицейлерді жұмыстан босатқан. Мұндай қатыгездік пен хайуандыққа жас, мектепте оқып жүрген балалар барады дегенге сену қиын. Байғұс Дзюнко Фурута небәрі 17 жаста болған.